Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, сіздермен бірге Жазира. Бүгін өзіне өте керемет, дәмді, әдемі пирог пісіреміз. Ең алдымен бізге керекті заттар какао, ұн және разрыхительді қосып араластырып аламыз. Достар, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де енді бір жұмыртқаға қантты қосып, оғаның үстіне ертілген сармайды қосып араластырып аламыз. Өте көп қозғаудың қажеті жоқ. Және сосын барып біз жаңағы құрғақ заттарды араластырып, жұмсақ шоколадный қамыр илеп аламыз. Достар, бұл пирогқа керекті заттардың құрамын барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бірінші кезде осылай араластырып алып, кейін қолмен бір-екі илеп жібердім. Мінекей осындай шоколадный жұмсақ қамыр пайда болды. Кез келген формаға осылай жайып аласыздар. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Енді салмасына қойылтылған сүтпенен жер жаңғақты қосып араластырып алдым. Қамырымыз пісті. Бетіне жаңағы салмамызды салып, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып алу керек. Мінекей осындай өте дәмді, түрі де өте әдемі пирог дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Алда тағы да видеолар күтіңіздер. Сау болыңыздар.